Армысыздар достар, бүгін сіздермен Жеңіс Шыныбековтың жолбарыстың жүрегіне жерік болған әңгімесімен бөліспекшімін. Достар, менің арнама қолдау жасауды ұмытпаңыздар. Ана Қодарқұл қақпасты қара, деді Сапаркүл қатар отырған Жарқынкүлдің санынан жай ғана шымшып. Пайғамбар жасына келгенде ұрлық жасауды бастапты ғой. Әнеу күні Жиенбектің асында алғаш байқадым, кәдімгі кәззап ұры болыпты. Ел тұрып бара жатқанда жылыстап артта қалып, дастархандағы тәтті атаулының бәрін қалтасына салып алды. Онда жағамды ұстадым да қойғам. Кеше Дәрбаланың үйіндегі шілдеханада тағы көрдім. Ел орнынан тұра бергенде бір уыс кәмпит пішінәйді кәнігі ұрыларша жып еткізді. Мен ғана байқадым. Қазіргі түрін қарашы, көзі алақ-жұлақ етіп, қарақшыдай жан-жағына ұрлана қарайды. Қазір әне, салды қалтасына. Жақында немеремнің туған күнін тойламақшы едік. Қодарқұл ұрыны шақырмай-ақ қойсам қайтеді? Қой, ұят болар, деді мінезі жұмсақ Жарқынкүл. Қанша дегенмен бір мектепте бір класста оқып едік қой. Оны шақырмасаң кемпірі майқалдақ өкпелеп жүрер. Рас, бірге оқыдық, деді Сапаркүл, сонау жастық шақтарын еске алып. Бұл соққан қыздарға қырғидай тиюші еді-ау. Қанша дегенмен жігіттің сұлтаны болғанын білесің. Талай қыздың арманы болған. Сол сал жігітіңнің мына тірлігін қара. Қартайғанда ұры болыпты. Әне, қара, қалтасына тағы бірдеңелерді салып жатыр. Қодарқұл қарияның келінді болғалы бері тойда, аста, дастарханнан 3-4 тал кәмпит ұрлауды әдетке айналдырғаны рас еді. Қыранбайдың жалғыз қызы, ерке келіні Сәнім кәмпит құмар екен. Кемпірі түскірдің кебежесі терең, бір түскен заттың қайта шығуы қиын. Қонаққа деп тыққан затын өлдім десең бермейді. Келін жай ғана кәмпит жесе бір жөн ғой. Ол таңдап ең қымбатын жейді екен. Бір оңашада майқалдақ: «Өй, шал, сен қуана бер, Сәнім жерік, дәметеді, барған жеріңнен құр қол қайтпа», деп қымбат асыл шоколадтардың атын қағазға жазып берген. «Былжырақ боқ кәмпитті алмай осыларды ғана ал», деген. Осыдан кейін Сапаркүл сияқты құрдастарына көз түрткі күлкі бола жүріп, кәмпит ұрлығына кіріскен еді. Кемпірінің соңғы жаңалығы Қодакеңді шалқасынан түсіре жаздады. «Келінің жолбарыстың жүрегіне жерік екен», деді масайрап. «Жолбарыстай айбарлы батыл бала туады». Мынаны естігенде қарияның көзі аларып талып бара жатты. «Жолбарыстың жүрегін тап», деді енді даусын қатайтып. «Жерік асын жемеген әйел ақыл-есі кем мәңгүрт бала туады. Немерең үшін ізде, жерден қаз». «Әй қақпас», деді әзер есін жинаған Қодекең күйіп кетіп. «Жолбарыс деген жануарың алыста көз көрмес Африка деген жерде жүреді. Оған қалай жетіп, қалай ұстап аламын? Ми бар ма өзіңде? Осы өмірімде жолбарыс түгілі тышқан ұстап көрген жоқпын». «Африкаға бар деп кім айтты саған? Ана көк сандықтан сол жолбарысты күнде көрсетіп жатыр. Сол жерге барда біреуін сатып ал. Құны көп болса бір сиырдың құны шығар. Ауылды лайсаңдап өкіріп бақырып жүрген шұбар бұқаны сатта алып кел. Келінің жері тарқағанша үлгеретін бол. Әйтпесе...» Қодарқұл басын шеңгелдей ұстап отыра кетті. «Ой, сауатсыз миғұла, ол цирктің жолбарысы. Оны жеке адамға сатпайды, қызыл кітапқа енген». Кемпірі де қасарысып қайтар емес. «Қызыл кітап түгіл, алтын кітапқа жазылса да алып кел. Қазір сатылмайтын зат жоқ. Бір дөкей бақша егемін деп айдың бетінен де жер алыпты ғой. Одан қымбат бола қоймас. Бұқаның құны жетпесе, торы атты бозінгенді қоса сат». Жүрегін жарып алып, келіннің жерігін басамын, терісінен өзім тон тіктіріп киемін. Мына алжыған қақпастың айтып отырғанын қара. Саудың тамағын ішіп, аурудың сөзін сөйлейді. «Әй, сен қақсай бермей сұраш өзінен. Мүмкін қасқырдың жүрегі де болатын шығар. Қасқыр немере туса да жаман болмас. Қазір жолбарыстың заманы емес, қасқырдың, түлкінің, қала берді жер қазған көртышқанның заманы». Осы бітпес даудың үстіне келіннің дәрігер анасы да келіп қалды. «Естідім», деді ол дау тақырыбын ұғынған соң. «Қызым жолбарыстың жүрегіне жерік болыпты. Бұл сирек, бірақ болатын нәрсе. Дауласқанша қуанбайсыңдар ма? Бұл немереміз елден ерек бала болайын деп тұр екен.
Тіфә, тіл көзден сақтасын. Ойбай-ау құдағи, балаларымның жолында жаным құрбан, бірақ жолбарысты қайдан табамын? Келінім тышқан бала туса да қолымнан келер қайран жоқ. Құда, неғып есің шығып отыр? Келініңнің құрт құмырсқа бақа шаянға жерік болмағанына қуанудың орнына шала бөлінесің. Мен әйелдер дәрігерімін. Жерік асын жемеген әйел өліп кетпесе де кейін кемтар бала болып туылады баласы. Астапыралла, құдағи сөзін жалғастыра берді. Сендердің мал жанды қатты адамдар екендеріңді ертерек білгенде қызымды бермейтін едім. Бірақ әлі де кеш емес. Жалғыз қыздан тірідей айырылар жайым жоқ. Айтпа ондайды, деді Қодекең жанығып. Ұрыс жоқ, керіс жоқ. Қодарқұлдың келіні кетіп қалыпты деген қаңқу сөзге қалдырайын деп пе едің? Одан да дәрігерсің, жөнін айт, жолын айт. Құдағиға да керегі осы болатын. Айтсам, деді ол терең күрсініп. Одан шығатын жалғыз жол бар. Қандай, десті кемпір шал қосарланып. Газет оқымайсыңдар ма? Алматыда Шарманов деген аспаз академик бар. Бір кездерде маған да сабақ берген. Құдағи, сенің айтып отырғаның ана жылы министр болған Шарманов па? Ол қалай аспаз болып жүр? Дәл өзі. Сол кісі тамақтың 1000 түрін жасайды. Дүние жүзінің космонавтары аспанға ұшарда өшіретке тұрып сол кісінің тамағын таласа-тармаса алып кетеді. Жолбарыстың жүрегіне өте ұқсайтын бірдеңені сол ғана жасай алады. Ойбай-ау, оның жарасы жеңіл ғой, бір соғым сойып апарып беріп, соғымыңды не қылады ол, деді құдағи. Өтініш жасасаң тегін-ақ жасап береді. Қызым өзім сияқты әлі 6 бала туалады. Жыл сайын Шарманов қайда деп шапқылап жүресің бе? Одан да балаларды сол кісіге жақын жерге Алматыға көшір. Келесі жылы арыстаның жүрегіне жерік болса қайтесің? Не керек, немерелерің ел билейтін азамат болғалы тұр. Көп ойлап басыңды қатырма, құда. Жалғыз жолы осы. Секен де Сәнім де түк қызық қалмаған ауылдан кетіп қалаға жетуді армандайтын. Бірақ сүт кенжем деп алақанына салып әлпештеп отырған ақ көңіл ата-анасын қалай тастап кетеді? Не сылтау айтып кетеді? Күн көру үшін кәсіп іздейміз деудің жөні жоқ. Әкенің байлығы жетеді. Қара шаңыраққа осы ие болады деп үміт артып отырғаны тағы бар. Осыны ойлап Секен тартыншақтаса, Сәнім түртпектей түседі. Мәшинеміз бар, ай сайын келіп тұрамыз, дейді келіншек назданып. Екеуміз де жаспыз, сұлуымыз, мына глушта шал кемпірлердің ортасында қашанғы жүреміз? Біз қатарлығы жастар да қалмады. Зеріккеннен өліп кете жаздаймын. Секен әке-шешесін де, келіншегін де қимайды. Екі оттың ортасында жүр. Бұл қиындықтан шығар жолды қыз анасы тапты. Енеңе жолбарыстың жүрегіне жерік болдым деп айт, қалғанын өзім тындырамын деген. Сәнім солай етті. Қодарқұл бойына біткен бір беткейлігімен екі сөзге келген жоқ. Өзі академик Шармановқа құдайдай сенетін. Бір аптаның ішінде Алматыға барып, қаланың сыртынан шағын үй сатып алып, баласы мен келінін орналастырды. Сөйтіп келіні мен болашақ немерелерін алдымен бір Аллаға, одан кейін Шармановқа тапсырып, көңілін демдеп елге қайтты. Академик аспазға құдағи барып жолыққан екен, ол кісі керек болса крокодилдің де жүрегін жасаймын депті. Қодарқұлдың көңіліне құдағиының осы сөзі демеу болды. Өзім барып жолығайын деп еді құдағиы. Маған сенбейсің бе? Сөйлестім. Ол кісінің жаны нәзік, сенің мына қоңқиған мұрныңды, жүн сақалыңды көріп шошып қалар, деді бастырмалатып. Келінің аман-есен босанып, балпанақтай ұл туыпты деген хабарды естігенде, Қодекеңде ес қалмай қалпағын аспанға лақтырды. Немеремнің атын жолбарыс қойсын, деді жыламсырап. Рахмет айналайын Шарманов, әруақты аспазым. Қуанған Қодарқұл мен Майқалдақ келіннің кәдімгі капустаға жерік болғанын білмей-ақ кететін болды. Сол да дұрыс шығар. Құрметті достар, менің арнама тіркеліп, қолдау білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерге әлі де талай бөлісер әңгімелерім көп болады.